Павлодар қуатты өнеркәсібі бар, әлеуеті мен мәдениеті келіскен өңір. Бұл аймақта бірнеше пилоттық жоба жүзеге асырылған. Енді мұнда халық игілігі үшін полицияның сервистік моделі, дәлірек айтқанда азаматтың сұранысына ден қойып, проблеманы шешуге бағытталған жоба енгізілетін болады. Ол үшін министрлік пен жергілікті әкімдік тарапынан бар жағдай қарастырылған. Биыл наурызда жолдауда президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев ел дамуына жаңа горизонттарды белгілеп берді. Ол жерде жаңа әділетті Қазақстанның негізгі қағидаттары айтылды. Қоғамның сұранысы және саяси ерік-жігер бір-бірімен сәйкес келген кезде мүмкіндік көздері ашылады. Бұл ретте полиция шетте қалмауға тиіс, өйткені ол күн сайын халықпен байланыста. Полиция департаментінде өткен кездесуде облыс әкімі тәртіп сақшыларына деген тұрғындардың сенім көрсеткішін айқындайтын талдау нәтижелерімен бөлісті. Ол арнайы мамандардың қатысуымен жүргізілген. Хотел бы сказать о предварительных результатах анализа проблем от безопасности криминогенной ситуации. Тот пилотный проект, та аналитика, диагностика, которая была переход с традиционной формы полиции на сервисную, вот целый такой талмуд диагностики сделан. И самое главное, исходили от жителей. 66% знают своего участкового у нас в городе Павлодаре. 75% в областном центре не испытывает тревогу за свою безопасность. Это жители говорят. Жиында ішкі істер министрлігінің қызметкерлерімен қатар ұлттық сарапшы Назгүл Ерғалиева қоғамның сенімін арттыру үшін қазақстандық полицияның қызметіне сервистік модельді енгізу, пайымдау және даму перспективалар тақырыбында сөз сөйледі. Негізгі міндеттер құқық бұзушылықтың алдын алу, қылмыспен күрес және азаматтардың сұранысына ден қою болып қала беретінін алға тартқан маман пилоттық жобаның басымдықтарына да тоқталып өтті. Айта кету керек, шараға елордадан арнайы келген ведомство жанындағы қоғамдық кеңестің мүшелері де қатысты. Олар да орын алып жатқан ішкі өзгерістерге өз бағасын беріп, пікірімен бөлісті. Бүгінгі жасалған жұмыстар, айлықтар көтерілген әлеуметтік жағдайлар әрине сіздерге үлкен жауапкершілік. Президент Тоқаев тағы бір нәрсені айтты. Барлық полицияға өзгерістер қоғаммен бірге жасалу керек. Қоғаммен ақылдасу керек. Қоғамның сұранысын есептеп қарау керек. Президент айтқан сервисінің полиция іске асып бастап жатыр және нақты. Қолға алынып жатқан жаңашылдықпен бірге қызмет сапасы да арта түсетін болады. Жақсы қызмет өткеру үшін қызметкерлерге бар жағдай жасалуда. Онымен қоса жауапкершілік артып, сұраныстың да өсетінін ұмытпаған абзал. Шәкәрімнің сөзімен бітірейін онда. Әрбір ой сөзге айналады дейді. Сөз іске айналады дейді. Іс әдетке айналады, ал әдет сосын тағдыр болады дейді. Сондықтан осы алдында бізде ой болды, сосын осы жерге келіп сөз қылдық, бүгін іс болып жатыр. Ертең осыны жақсы әдетке айналдырып, сол мынау жақсы әдеттің тиімділігін, жақсылығын халық көрсін.